Барлығына қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Мені қарайтын адамдарға көптен көп алғысымды білдірем. Және бүгінгі шығарылым бұрында Мәссаған деген тележобаны өліп тұрып қарайтынбыз. Сол жерде Мәссаған жобасында мен алдандым айдары деген бір керемет сөз бар еді. Сол секілді менің арнамдағы кеңес беремін деген айдар. Бүгінгі шығарылымда сіздерге Opera браузерін туралы айтатын болам, яғни кеңес беретін болам. Сондықтан видеоны тамашалаңыздар. Сонымен назарларыңызда Opera браузері ашылды. Мынау экспресс панель, алғашқы бет. Осы жерден бірден браузерді таныстыруды бастайын. Оң жақ жоғарысында простая настройка деген бізде шолу жасап өтейік. Осы жерден настройка бар, тема, яғни браузердің темасын қараға немесе ақшыл түске осы жерден бірден ауыстыруға болады. Әрмен қарай жалпы экспресс панельге артқы фон қоюға болады. Осы жерде қатты бір ұнаған нәрсе, артқы фонға мынадай керемет GIF форматындағы суреттерді қоюға болады. Әрмен қарай плиткалардың өлшемі сізге кішкентай болып жатса, үлкейтуге болады. Яғни плитка деп отырғанымыз мына жердегі жиі кіретін сайттар, немесе тарих кірілген сайттар, қосымша мына жерде добавить сайт арқылы бұның санын толықтыруға болады. Әрмен қарай экспресс панель, төмендегі подсказкалар, одан кейін новости, егер жаңалық оқитын адамдар үшін, шетелдік ақпарат көздерінен жаңалық оқитын адамдар үшін міне осындай новости бар, жаңалықтар бар. Әрмен қарай ауа райын көрсету, міне сол жақ жоғарыда ауа райы Алматы -6 градус. Осы операдағы ең қатты маған функциялардың бірі сайт бар, сол туралы кейінірек осы настройкаларды қарастырып болғаннан кейін тоқталамыз. Сосын мына жерде көріп отырғандарыңыздай рекламаларды, жарнамаларды бұғаттайтын өзінің ішінде кірістірмелі блокировка рекламы, блокировать трекеры деген осындай қосымша функциялар бар. Оған қоса VPN-ді кірістіріп қойған. Мен бұрын негізі операны қолданғам, осыдан бір 10 шақты жыл бұрын. Бірақ ол кезде бұндай функциялармен ол мақтан алмайтын. Содан кейін Google Chrome пайда болды, Google продукттары пайда болды. Әлбетте содан кейін Google-ға көштікте Opera ұмыт қалды. Бірақ дәл қазіргі уақытта Operaның өзінің мүмкіндігі жоғары десек қателеспейтін шығармыз. Сонымен әрмен қарай сайдбар туралы айтып берейін. Сайдбар міне сол жақта орналасқан. Сайдбарда керемет функциялардың бірі бұл пространство. Кеңістіктерді ашуға болады. Міне, яғни мысалға көп вкладкалармен жұмыс жасайтын болсаңыз, кейбірде вкладкаларды перезагружать етіп жатамыз. Міне сондай көп вкладкалардың ішіне шатаспас үшін мысалға бір пространство бірге тек қана мультимедиалық нәрселерді, құжаттарды ашып, келесі бір пространствода басқа нәрселермен айналысуға болады. Мысал ретінде мен өз басым мына пространство бірде основной, қосымшада менде осындай екі Excel әрдайым ашық тұрады. Міне осындай бір керемет бір сайдбардың бір функциясы бар. Пространство бірнешеуін ашуға болады. Әрмен қарай мынадай виджеттер, яғни әлеуметтік желілерге бірден бөлек бір вкладка ашудың қажеттілігі жоқ. Осы жерден оңай қолжетімді етуге болады. Телеграм болсын, басқасы болсын. Әрмен қарай закладка, тарих, жазылып жатқан нәрселер, осылардың барлығына енді оңай қолжетімді, оңай қылып істеп қойған. Керемет. Әрмен қарай төменгі мына 3-ші раздел бөлімінде расширениелер қондыруға болады, қосымшалар. Менің жағдайымда қазір транслейтер тұр, яғни аударатын қосымша. Әрмен қарай оны толықтыру үшін 3 нүктені басып, осы жерден міне расширениелерді добавить етіп жүктеп қоюға болады. Әрмен қарай басқа да тағы сайдбардың қосымшалары бар, ол проигрыватель, тағы да басқа міне мына жерде птичкалерді қойып бұның санын көбейтуге болады. Бірақ маған осы қажетті, жеткілікті
деп айтайыншы. Әрмен қарай өздеріңіздің талғамдарыңызға, қажеттіліктеріңізге байланысты өзгертіп, баптап алсаңыздар болады. Әрмен қарай тағы бір енді менің зерттеген немнің ішіндегі ең күштісі YouTube'да кино қарап, бір музыка, бір видео қарап жатып, автоматты түрде ол видео, мысалға вкладкалардың арасында көшетін болсақ, бұл видео қазір ашылғаннан кейін әрекет етіп бастайды. Бұл видео мына жақта картинка в картинке болып пайда болады. Міне мына жерде төменгі жақта әрдайым оны көшіруге болады, ауыстыруға болады. Міне осынысымен өте қатты ыңғайлы. Әрмен қарай тағы бір ыңғайлы нәрсе, бұл мысалға WhatsApp'та бірдеңе жіберу керек болатын болса, документ. Міне осындай вкладка ашылады. Осы жерде буфер обмена, яғни соңғы копировать етілген файл және жүктелген файлдардың тізімі болады. Бұл деген өте ыңғайлы. Google'да бірдеңе жіберетін болсаң, қосымша окно ашылады, оның ішінен іздеу керек болатын еді ғой, файлдың қай жерде орналасқанын. Ал мына жерде соңғы жүктелген файл немесе копировать етілген файл осылай көрсетіледі. Бұл деген өте ыңғайлы. Білмеймін, менің жұмысымды жеңілдетіп жатқан бір инструменттің бірі осы. Тағы бір қызықты айта кетейін. Екеуі енді Opera мен Google бір-бірімен бәсекелес қой. Сондықтан мен баптауларында кездестірмедім, что Google поисковикті основной поискқа қоюға болатын әлі таппадым. Қазып көруге болады, бірақ оңай жасап көре алмадым. Сондықтан автоматты түрде по умолчанию Яндекс поисковигі тұр. Көп адамдарға Яндекс ұнамауы мүмкін, бірақ мынадай керемет функция бар. Поисковикке мысалға жазсақ, әдет күйінде жазсақ, Яндекстен іздейді. Ал егер нақты Google'дан іздеу керек болатын болса, G пробел поискқа қандай да бір запрос тастаймыз, содан кейін ол Google'дан іздеп бастайды. Міне осындай қызық шешім, өте қызық шешім, маған қатты ұнады осынысымен. Бір жағынан осы Operaның арқасында Яндекске деген не болды, взглядым түсті деймін ба? Назарым түсті, шынымен мақтауға лайық, тұрарлық, қолдануға болатын поисковик екен. Мен бұрын соңды бұны ана өзінің рекламасын, өзінің браузерін пихать ете ететін болған үшін жақтыртпайтынмын. Сөйтсем негізі жақсы поисковик екен. Жаман емес. Жалпы әркім таңдауларыңызға байланысты, егер Google іздеу келетін болса, немесе басқа да тағы поисковиктерді қоюға болады, сәйкесінше әріп қоюға болады, сол әріпті осылай жазып іздейді. Егер W қойылса, міне автомат түрде Википедияға кіріп кетеді. Міне осындай керемет браузер. Соңғы бір айда мен осыны Операны тексеріп, қолданып, практиковать етіп жүрмін. Сондықтан толықтай кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Соңына жеткен болсаңыздар тіпті керемет. Комментарий қалдырып кетіңіздер. Көрейін, қанша адам соңына дейін қарап кетті екен.